Атырау еліміздегі ең қарқынды дамып келе жатқан өңірлердің бірі. Облыс көпшілікке мұнайлы астана ретінде танымал. Бүгінде аймақ елдің экономикасы мен халықтың әлеуетін жоғарылатуда ерекше көрсеткішке ие. Атырау әсіресе мұнай газ, құрылыс индустриясы, агроөнеркәсіптік кешен және балық аулау салаларына басымдық берген. Дегенмен де білім ғылым салаларда шет қалған емес. Бүгінде Атырау қаласында 60-тан аса мектеп, 20-дан астам техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы жұмыс істейді. Солардың ішінде денсаулық сақтау саласы бойынша білікті кадр дайындайтын іргелі оқу орнының бірі Атырау жоғары медициналық колледжі болып табылады. Атырау жоғары медициналық колледжінің іргетасы 1947 жылы 17 шілдеде Гурьев облыстық еңбек депутаты кеңесінің шешімімен қаланды. Оқу орны алғашында 2 жылдық медбикелер даярлайтын мектеп ретінде ашылды. 1949 жылы аталмыш мектепті 10 түлек сәтті аяқтап, арнайы жолдамамен Алматы медицина институтына оқуға жіберілді. Білім ордасы 1954 жылы маусым айында Гурьев облыстық денсаулық сақтау бөлімінің бұйрығыменен медицина училищесі болса, 1997 жылы медициналық колледж болып қайта құрылды. Ал 2019 жылы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің шешімімен Атырау жоғары медициналық колледжі атауын иеленді. 75 жылдық тарихы бар колледжді осыған дейін 16 басшы басқарды. Оқу орны алғаш құрылған жылы Аязбаев Сейсен Мұхамбетұлы басшылыққа келсе, артынша әр жылдары Скабелкина, Михайловский, Антонова, Самсонов, Сабадаш, Кушембаев, Кенжегалиев, Хамметов, Кушембаев, Доспаева, Шомиров, Қарасаева, Шермаханов, Өтепқалиев сынды жандар колледжі басқарды. Ал 2017 жылдан бері бұл міндетті Кубаева Лаура Жақсыгелдіқызы атқарып келеді. Колледждің өткені мен бүгінін салыстыру мүмкін емес. 75 жыл ішінде оқу орны түбегейлі өзгерді. Бүгінде колледжде мейіргер ісі, емдеу ісі, акушерлік іс, гигиена және эпидемиология, фармация, лабораториялық диагностика, стоматология, ортопедиялық стоматология мамандықтары бойынша 2000-ға жуық студент білім алуда. Мейіргер ісі мамандығы колледж құрылғаннан бері оқытылып келеді. 1950 жылы емдеу ісі, акушер ісі мамандықтары, 1966 жылы фармация, гигиена және эпидемиология мамандықтары, 1970 жылы лабораториялық диагностика мамандығы, 1995 жылы стоматология, 2018 жылы ортопедиялық стоматология мамандықтарын даярлау жүзеге асырылды. Ал 2019 жылы мейіргер ісінің қолданбалы бакалавра біліктілігі бойынша білім алушыларды қабылдау басталды. 2018 жылы 20 тамызда өңірлік симуляциялық тренингтік даму орталығы құрылды. Ол реализм деңгейі бойынша 6-шы деңгейге жатады. Симуляциялық орталықта облыстағы медициналық ұйымдармен бірлесе, арнайы менторлардың қатысуымен жүрек өкпе реанимациясы, анафилактикалық шок кезінде көмек көрсету, қан кету кезінде көмек, преэклампсия кезінде көмек көрсету, балалар жасындағы ауруларды ықпалдастыра қарау бойынша тренингтер, еуропалық стандарттарға сәйкес науқастарға паллиативтік күтім жасау және тағы да басқа өзекті тақырыптар бойынша іс-шаралар өткізіліп тұрады. Студенттер мұнда жоғары интеллектуалды, бірнеше функционалды манекен робот симуляторлар, муляждар мен практика жүзінде білімдерін шыңдауда. Сол жылы Пирогов интерактивті анатомиялық үстелі де пайдалануға берілді. Бұл жабдық студенттерге адам жаратылысын толыққанды зерттеуге мүмкіндік береді. Яғни адам органдары мен жүйелерін 3 өлшемді режимде көруге және салыстыруға болады. Сондай-ақ білім ордасында жеткілікті мөлшерде оқу мен ғылыми әдебиеттермен қамтылған кітапхана орналасқан. Мұндағы кітап қоры 34769 дана болса, оның 22927 данасы мемлекеттік тілдегі әдебиеттер. Сонымен қатар студенттер цифрлық кітапхананы, яғни электронды оқулықтарды пайдалана алады. Білім ордасында колледждің тарихы мен жүріп өткен жолын паш ететін мұражай да бар. Музейде колледж ашылған сәттен бастап күні бүгінге дейін еңбек еткен ұстаздар мен атқарылған қызметтер туралы естеліктер, медициналық құралдар мен жетістіктері көрсетілген. Сондай-ақ колледжде әртүрлі жиналыстарға арналған конференц-зал мен 50 орындық асхана қарастырылған. Оқу орны халықаралық ынтымақтастық пен серіктестікке де басымдық берген. Колледж түрлі отандық және шетелдік ұйымдармен меморандум шеңберінде әріптестік орнатып, өзара халықаралық ғылыми ынтымақтастықты дамытуда. Бүгінде колледж Ресейдің бірнеше медициналық оқу орындарымен, одан бөлек Германия, Финляндия елдері университеттерімен, ғылыми бірлестіктерімен келісімге қол қойған. 2021 жылы 24 желтоқсанда Атырау облыстық әкімдігінің және Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен өңірде Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамының Атырау қаласындағы филиалы салтанатты түрде ашылды. Бүгінгі еңбек нарығында кадрлардың сапасына деген талап жылдан жылға артып келеді.
теориялық және практикалық білім беруде болашақ мамандарда жұмыс берушілер сұраныстарына сай бәсекеге қабілетті, коммуникативтік дағдылары дамыған, жаңа технологияларды меңгерген сапалы мамандар даярлау, озық әлемдік тәжірибені зерделеу және енгізу колледждің басты міндеттерінің бірі. Осы мақсатта Атырау жоғары медициналық колледжі студенттерге барлық жағдайды ұсынуда. Бүгінде колледж облыстағы 46 медициналық ұйыммен екі жақты келісім шарт жасақтап, әлеуметтік серіктестік орнатқан. Тәжірибелік сабақтар оқу жұмыс жоспарына сай осы аккредитациялаған клиникалық базаларда өткізіледі. Келісімшартқа сай бір жағынан медициналық ұйымдарда білім алушылар оқу практикасын, өндірістік диплом алды тәжірибелерін білікті менторлардың жетекшілігімен кәсіби дағдыларды меңгеруге мүмкіндік алса, екінші жағынан колледж медициналық ұйымдарды мамандармен қамтамасыз етіп, орта буын медициналық кадрларына деген сұранысын қанағаттандырады. Осы екі жақты тиімді серіктестіктің арқасында түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші бойынша жоғарғы нәтижеге қол жеткізілді. Атырау жоғары медициналық колледжінде білім алатын шалғайдан қатынайтын студенттер үшін 2021 жылдың желтоқсанында жатақхана ашылды. Жатақхана колледж студенттері сұранысының 90%-ын қамтиды. 5 қабатты заманауи нысан 200 студентке арналған. Мұнда студенттерге қолай жағдай тудыру үшін оқу залы, демалыс орны, ас үй мен асхана, сонымен қатар кір жуу, киім үтіктеу бөлмелері қарастырылған. Білім алушылардың мәдени көпшілік шараларға белсене қатысу үшін 60 орындық акт залы, медициналық көмек көрсету үшін арнайы медициналық пункт жұмыс істейді. Ал сабақтан тыс уақытта студенттер жатақхана ауласындағы спорт алаңында спортпен шұғылдануына мүмкіндіктер бар. Колледж болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қамтамасыз етіп қана қоймай, студенттердің рухани адамгершілік құндылықтар аясында тәрбиеленуіне ерекше назар аударады. Білім алушылардың сабақ уақытынан тыс кезде де түрлі бағыттағы ұйымдарда өз белсенділігін танытуға мүмкіндіктері бар. Осы мақсатта білім ордасында белсенді студенттердің құралған студенттік парламент жұмыс істейді. Парламент мүшелерінің қолдауымен студенттер қалалық, облыстық, республикалық деңгейдегі іс-шараларға белсене қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Мәселен, биылғы жылдың 12-14 сәуірінде облыстық студенттік көктем 2023 сайысында колледждің студенттік парламенті үздік студенттік парламент номинациясы бойынша үздік деп танылды. Бұдан бөлек Түркістан қаласында өткен республикалық үздік фармацевт 2023 байқауына қатысқан фармация тобының студенті Малика Қалпақбаева жүлделі 3-ші орынға ие болса, Тараз қаласында өткен республикалық анатомия және физиология үздігі 2023 байқауына колледж командасы қатысып жүлделі 3-ші орында иеленді. Ал 2023 жылдың 17-20 сәуір аралығында көрме залында кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарынан 133 студент қатысқан WorldSkills Атырау 2023 өңірлік чемпионатында колледжіміздің мергересі мамандығы 343-ші топ студенті Альфия Айтқали өзінің біліктілігі мен білімділігін дәлелдеп алтын медаль иеленді. Биыл Атырау жоғары медициналық колледжіне 75 жыл. Облыста ең алғаш медициналық білім нәрімен сусындатқан оқу орнының денсаулық сақтау саласына қосқан үлесі ұшан теңіз. Колледж өзінің абыройлы білім ошағы екенін үнемі дәлелдеп келеді. Осы аралықта оқу орны түбегейлі өзгеріп, жыл өткен сайын жаңаланып, заман үдерісінен шыға білді. Еліміздің өзге де оқу орындарымен терезесі тең дәрежеде бәсекелес бола алатын деңгейге жетті. Қара шаңырақ осы жылдар аралығында 15 мыңнан аса жастың болашағына сенім ұялатып, үлкен өмірге жолдама сыйлады. Ол түлектер еліміздің түкпір-түкпірінде адал еңбек етуде. Мұның барлығы колледждің жоғары санатты ұстаздарының жарқын еңбегі десек артық емес. Бүгінде колледждің арманы асқақ, мақсат айқын. Ендігі меже бұдан да жоғары белестерді бағындырып, заман ағымына сай алға қарай ұмтылу. Ертеңі мен бүгінін жалғай білген қасиетті қара шаңырақтың алар асулары мен шығар шыңдары әлі де биік екені сөзсіз.